Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта бета-адерно блокаторлардың әсер ету механизмін талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге доктор Усабаев. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Достар, бета-адерно блокаторлардың әсер ету механизмін талқыламай тұрып, біз жүректің физиологиясына мән беріп кетейік. Жүректің физиологиясында мындай 4 эффект бар: инотропты эффект, хронотропты эффект, драматропты эффект, батмотропты эффект деп аталынады. Инотропты эффект дегеніміз ол жүректің соғу жиілігін көрсетеді, ЧСС. Хронотропты эффект ол сердечный выброс, фракция выброса осыны көрсетеді. Драматропты эффект дегеніміз ол бізде ава өткізгіштік. Батмотропты эффект дегеніміз ол жүректің қозғыштық қасиеті. Осылай да айтуға болады, осылай ғылыми терминмен де айтуға болады. Өздеріңіз білесіздер достар. Просто осы инотропты, хронотропты эффекттердің бәрі ол бізде фармакологияны оқыған кезде жазып қояды, например. Осындай препарат инотропты эффекті күшейтеді немесе азайтады деген сияқты. Сол үшін бұны да білген дұрыс. Енді бета-адерно блокаторлар осы механизмдердің бәрін төмен түсіріп жібереді. Отрицательный. ЧСС-ті түсіреді, фракция выбросынан түсіреді, ава өткізгішті түсіреді, қозғыштық қабілетін түсіреді екен. Қазір осының бәрін біз толыққанды талқылап өтеміз. Достар, енді біз бета-адерно блокаторлардың әсер ету механизмін физиологиямен және патофизиологиямен байланыстырамыз. Әйтпесе ұқпай қалуларыңыз мүмкін. Енді бүйректе бізде бета-1 адернорецепторы орналасқан. Ол юга деген жерде орналасқан. Юга дегеніміз юкста гломерулярлы аппарат деп аталынады. Юга, жаттап алыңыздар, юга. Енді бір стресс немесе басқа да бір заттар осы бета-1 рецепторын әсер еткен кезде, қоздырып жіберген кезде бізде ренин қанға бөлініп кетеді. Ал енді соны бөлетін ең маңызды нәрсе ол бізде гормон адреналин, норадреналин деп аталынады. Міне. Мынау мыйлы жері, мыйлы қабаты бүйрек үсті безінің, осы жерден адреналин, норадреналин бөлінеді. Ол бізде бар бета-1 адернорецепторына әсер етіп жібереді. Осы кезде автоматтық түрде югадан ренин бөлініп кетеді. Ренин бөлінген кезде мына жақта бауырда бізде ангиотензиноген деген белок бар. Ол бізде всегда қорда жиналып тұрады. Ангиотензиноген. Міне. Бұл жердегі оген деген сөз, осы жалғау, ол бізде осы ангиотензиногеннің активсіз күйі деген мағынаны білдіреді. Оген деген сөз медицинадағы барлық заттардың активсіз тұрғыдағы заты, бастапқы заты десе де болады. Алдағы сабақтарда біз басқа фармакологиялық топтарды оқығанда түсінесіздер осыны ангиотензиноген дегенді. Ангиотензиноген енді ренинге келеді, былай. Чотан брат не істеп жатсың дейді. Келеді. Енді осыны алады да ангиотензиногенді ренин ангиотензин 1-ге айналдырып жібереді. Ангиотензин 1 айналдырып жібереді. Енді екінші бізде ангиотензин 1 ол тоже не активсіз күйде орналасқан. АПФ деген фермент бар. Ангиотензин түрлендіруші фермент. Ангиотензин превращающий фермент деген бар. Осы фермент алады, ангиотензин 2-ге айналдырады. Бізге ең керегі осы ангиотензин 2. Енді бұның механизмдері қандай? Бұның механизмдері тура вазоконстрикция. Кешірім сұрайым. Тура вазоконстрикция. Бұл дегеніміз бүткіл тамырлардың бәрін қысат былай. Осы кезде артериальное давление көтеріледі. Бұл бірінші механизм. Екінші механизм ол альдостеронның көп шығарып жібереді. Альдостеронды бүйрек үсті безінен көп шығарып жібереді. Бұл өз кезегінде бүйректен натрийдің реабсорбциясын, судың реабсорбциясын күшейтеді. Осы кезде бізде жалпы қан айналымы артып кетеді, давление көтеріледі. Осындай механизмдер бар. Көрдіңіздер ғой, бұл любой стрессте, ашулануда, басқа да депрессия деген сияқты жаман стресстердің бәрінде осы не бөлінеді? Ренин бөлініп отырады да
бета адренорецепторына әсер етіп, соңында давление көтеріледі екен. Осындай механизм достар. Ал енді біздегі бета адреноблокаторлар, мысалы бисопролол алады да бета адренорецептор тежеп тастайды. Осы кезде не болады? Мына механизм бәрі осы жерден үзіліп қалады. Ренин бөлінбейді осы кезде. Ренин бөлінбеген үшін ангиотензиноген АТ1-ге, ангиотензин 1-ге алмаспайды. Ангиотензин 2-ге алмасу үшін АПФ керек. Ол активтеу үшін ангиотензин 1 керек. Өйткені не бөліп тастады? Бета адренорецепторды бисопролол тежеп тастады. Сол үшін шықпайды. Көрдіңіздер достар, шықпайды, еш нәрсе болмайды мына жерде. Осы кезде давление түседі екен. Артериальный давление түседі. Тағы бір рет қайталаймын достар. РАС деген жүйе бар. Рентген ангиотензин альдостероновая система деп аталынады. Бұл бізде бүйректе юга деген жер бар. Юга деген жерден бета адренорецептор бар. Осыған бір стресс, адреналин, норадреналин әсер етеді. Енді осы кезде не болады? Ренин қанға бөлінеді. Ренин қанға бөлінгеннен кейін бізде ангиотензиноген деген белок қан арқылы бауырдан бүйрекке келеді. Осы кезде ренин оны АТ1-ге алмастырып жібереді. Ангиотензин 1-ге алмастырады. Ангиотензин 1-ден ангиотензин 2 шығады. Ангиотензин 2 алады. Түгел қан тамырларын бәрін вазоконстрикциялайды да осы кезде давление көтеріліп кетеді екен. Екінші механизм альдостерондық системаны көбейтіп жібереді. Осы кезде натрий судың бәрі кері реабсорбциясы күшейеді де қан айналымы күшейіп, артериальный давление күшейеді екен. Енді бисопролол, бета адреноблокаторлар осы бета адренорецепторды жауып тастағандықтан давление түседі. Осындай механизмі бар достар. Достар, назарларыңызға көп рахмет. Енді келесі сабақта жүрекке қалай әсер ететінін талқылаймыз.